Қыз болып бойжеткен соң қасымда бірге жатуға әкелік намысы жібермегенін. 9 сынып бітірген соң әкемнің миын ашыттым. Қалаға шығып оқығым келеді. Шыны керек, мектепті үздік оқымадым. Десе де, әкемнің арқасында ақылы оқуға түстім. Әкем тек мен үшін өмір сүргендей. Ақылын да барынша сабырмен түсіндіріп айтады. Осында ер адамды анам қалайша тастап кеткен. 9 сынып бітіріп, үлкен қалаға колледжге түскен мені әжем одан әрі жек көрді. Сол үшін біраз ұрысты. Әкем әжеме еш жауап бермей, өзінің осы уақытқа дейін жиған малдарын сатып, мен оқитын қаладан шағын бір бөлмелік пәтер сатып алды. Менің кесірімнен әжем әкемді көрмей кетті. Солай әкем екеуміздің қалада жаңа өміріміз басталды. Әкем мені колледжге шығарып салып күтіп алатын. Сол ісіне мен ұялып әкеме ашуланамын. Байғұс әкем мені ештеңеге ұрынбаса екен деп тілейді ғой. Сол бір күндерді кері қайтарсам, әкемді еш ренжітпейтін едім, әттең. Мені көзінен таса қылмайын деп, соңғы жылқысын сатып, мен оқитын колледжге пара беріп күзетші болды. Мен онысына да одан сайын жыным келіп, өзімше әкеммен сөйлеспей жүрдім. Әкем еркелетіп, әйтеуір қырсықтығымды жазып алады. Жұмыстан шаршап келсе де, маған тамақ дайындап жүретін әкешім-ай. Ал мен әкем үшін ештеңе істей алмадым. Сол үшін іштей күйініп барамын. Мені ешкімнен кем қылмай өсірді. Бар өмірін маған арнады. Ең болмаса мені қыз емес, еркек қылып туғанда ғой. Әкемді қолыма алып бағар едім. Оқудың 1 семестріне жетпей жатып, желкілдеп жігітпен жүре бастадым. Группадағы бірге оқитын жігіт. Жансерікті өлердей сүйіп қалдым. Сондай сымбатты, әрі ауқатты отбасынан шыққан. Әкемнен жасырынып жүріп, ол жігітпен кездесіп, оқуымның 1 семестріне жетпей, келін болып үлгердім. Жансерік үйдің жалғыз ұлы. Әке-шешесі айтқанынан шықпайды. Мені жақтырмайтынын табалдырық аттап, отбасым жайлы сұрағанда, тек әкемнің барын ғана айтып едім. Онан қалды балалығым болар. Анамның мені тастап, байға тигенін айтқаным тағы бар. Енем менен ат тонын ала қашты. Ұлына қабақ шытқан анасы, сен бала есің дұрыс па? Анадан тәрбие көрмеген қызды қалай әйел қылмақшысың? Бұл да ертең анасы сияқты абыройды айрандай қылып, тастап кетпейтініне кім кепіл? Құрт көзін, әкелген жеріңе қайта апар, деп айғай салды. Жансерік анасына қарсы шығып әзер көндірді. Екеуміз де тым жаспыз. Ғашықтық сезімнен көздеріміз ештеңені көрмейді. Енді бәрі басылды, дегенде, менің отбасы құруыма қарсы әкем келді. Байғұс әкем барынша маған түсіндіріп жатыр. Мен ешкімді тыңдамай қалатынымды айтқанда, әкем ашудан шыдамай қолымнан сүйреп алып кетпек болды. Ал мен бір сәттік ашуға беріліп, тарт қолыңды, мен сенің тіпті қызың емеспін де, жібер қолымды. Өгей әкем екеніңді ұмытып қалдың ба? Деп елдің көзінше сонша бақырдым. Әкем болса, көздері жасқа толып, аяқ қолынан жан кеткендей тұрып қалды. Сол бір сөзімді естіген әкемнің жай күйін айтып жеткізу мүмкін емес еді. 16 жыл бойы еркелетіп, ешкімге жаутеңдетпей өсірген мені бір сәтте-ақ тастап кетті. Әрине, оған себеп өзім. Сол күннен соң әкем менен байланысын үзді. Нақтысын айтқанда, мен әкемді іздеп барып кешірім сұрамадым. Арада 15 жыл өтті. Келін емес, үйдің күңі болдым. Енем мені әбден басып тастаған. Әйтеуір бала үшін өмір сүріп жатырмын. Кезінде күйеуім үшін өгей әкемді тастап кеткенім бекер болыпты. Үйдің жалғызы болған Жансерік қатын құмар. 6 баласы болса да, өзін 18 жастағы жігіт сияқты ұстайды. Мен қазір 31 жастағы келіншек емес, 50 жастағы апа сияқтымын. Өгей әкемнің қадірін түсінгеніммен не пайда? Бәрі кеш. Бірде телефоныма таныс емес номер хабарласты. Көтерсем, әйел адам.
Даусы таныс сияқты. Сөйтсем, сүт анам болған жеңгем екен. Менің нөмірімді әзер дегенде қызметтегі танысы арқылы тауыпты. Олармен де араласпай кетіп едім. Сүт анам болған жеңгем: «Алло, Әкөнай, сенбісің? Мен Сәбира жеңгеммін. Таныдың ба мені, қызым?» «Ай, жеңгем-ай, мені әлі де Әкөнай деп еркелетуді қоймапты. Мені тек әкем мен жеңгем ғана осылай еркелетіп атаушы еді. Шын есімім Ақынгүл». «Я, жеңше, таныдым». Әрі қарай сөйлеуге шамам келмей жылап жібердім. Сағыныппын. Мені осылай айтатын балалық кезді қатты сағыныппын. Жеңгем сәл үнсіз тұрып: «Әкөнай, әкең өте ауыр халде жатыр. Егер мүмкіндік болса келіп кетсең». Әкемнің ауыр халде екенін естіп, тағы солқылдап жылай кеттім. Мейірімді жеңгем менің бар жол пұлымды Каспийден салып жіберді. Мен тұрмысқа шыққан соң, әкем бұл қаладан кеткен еді. Сол ауылдан 1 сағаттық жерде, шағын кентте әжемнің айқайымен баласы бар әйелмен бас қосыпты. Сол кентте тұрып жатыр екен. 2 ұлы мен өгей тағы 1 ұлы бар екен. Әкемнің ауруханаға түсу себебі кіші ұлының жағдайы. Әкемнің алған 2-ші әйелі сондай салақ, әрі балаға қарайтын адам емес екенін бір көргеннен-ақ түсіндім. Балаларына қарамағандықтан 5 жастағы ұлы көрші үйде салынып жатқан үйге өрт қойып өртеп жіберіпті. Қасындағы тағы 3 оқитын ағасы бар. Бұл жағдайды көршілері елеусіз қалдырмай, шағым түсіріп, 5 жастағы балаға 10 миллион штраф салыпты. Әкем ашуланып көлікпен ауылға қарай жолға шыққан екен. Туған туыстардан ақша сұрауға. Алайда байғұс әкеме Алла тағы бір жолда сынақ дайындап қойыпты. Жолда абайсызда көлікпен бағанаға соғылып, қабырға сүйектері сынып, өкпесіне кірген екен. Енді міне ауруханада есін жимай жатыр. Сол үшін маған хабар берді. Жеңгем хабар бермегенде әкеме келмеуші едім. Әкемді қатты сағынғанымды ешкім түсінбес сірә. Алғаш рет әкем үшін енем мен күйеуіммен қырылып, әзер келдім. Енді әкемді жалғыз қалдырмаймын. Ең қиналатын кезім, әкемді еш уақытта бағалай алмағаным жаныма қатты батады. Қанша ай өтіп жатыр. Әлі де әкем комадан тұрған емес. Күнде келіп кетіп жылап аламын. Өкінемін. Жан дүнием өкінішке толы. Ең болмаса, әкем көзін ашып 1 рет болсын, Әкөнайым десе ғой. Әттең.